Бәрі сәлем бірге мен Данияр, бүгін мен топ-5 приложение айтатын болам, яғни күнделікті мен қолданатын қосымшаларым жайлы сіздермен бөлісіп кетемін. 5-ші орын iTest. Сол қосымшада мен ентіға дайындалып, яғни сол жақтан тесттер орындап, және де толықтай ентіні тапсырып көремін. 4-ші орын VN. Ол қосымшада мен барлық монтажды осы қосымшадан жасаймын, яғни стористарды телефон арқылы монтаждап, яғни сол приложение арқылы шығаратын болам. Яғни кімде телефон бар, барлықтарыңыз осы приложениені скачайтып алып қолдансаңыздар болады. Бұл приложение ең жақсысы ол әрдайым қасында және де өте ыңғайлы. 3-ші орында Documents. Бұл приложениеде мен чисто документтерді және де интернеттен бір нәрсе скачайту керек пе, барлығын осы жерден істеймін. Бұл приложение бір жақсысы ол iPhone ұстайтын адамдарға бір нәрсені скачайтуге мүмкіндік береді. 2-ші орын менде ол Instagram арқылы, яғни Instagram арқылы мен күнделікті өз өміріммен бөлісем. Өзіме дамуға керекті Instagram аккаунттарды қарап, олар арқылы дамып жатырмын. Егер сендер мен Instagram'ды білмейсіңдер, осы видеоның описаниясына кіріп, мен Instagram'ға тіркеліп кетіңдер, өйткені Instagram'да мен күнделікті өз өмірімді көрсететін болам, және де жақын арада мен бастаған RD71 деген челленджді күнделікті көрсететін болам. И номер 1-ші приложение, яғни қосымша, ол YouTube. Ода мен күнделікті 11 сағаттай отырам. Өткені YouTube'да дамуға арналған барлық каналдар толып тұр. YouTube'да барлық темаларға және де барлық сұрақтарға жауап таба аласың. Күнделікті YouTube'да отыратын себебім ол YouTube'ды зерттеу және де басқа блогерлардың не істеп жатқан, оларда қандай прогресс болып жатыр, соларды аналитика істеп, өзімнің YouTube каналымды түзетуге кішкене тырысудамын. Ендеше осы видео сендерге ұнады деген ойдамын, өйткені бұл видеоны мен аз жазған себебім бұл тек қана бастамасы. 5 приложение, яғни 5 қосымшаны ғана айтқан болатым. Ендігіде мен толығырақ көбірек айтатын болам. Барлықтарына осы видеоны көргендерің үшін рахмет. Каналға тіркеліп, осы видеоға лайкыңды қойып, егер де мен айтқан қосымшалар саған ұнап жатса, өзіне жүктеп алып, және де соларды қолдансаң болады. Бұл қосымшамен достарымен бөлісе кет. Барлықтарына осы видеоны көргендерің үшін рахмет. Келесі кездескенше.